Ахмет Байтұрсынұлы. Қырық мысал. Жүргіншілер мен иттер. Кеш мезгіл келе жатты екі кісі, сөйлесіп, кеңесерлік болып ісі. Арсылдап, бір ит шықты қақпастынан, бөлінді екеуінің әңгімесі. Жүгірді және бір ит оны көріп, артынан тағы ит шықты оған еріп. Жиылды сол арада 40-50 ит, бірінің дауысынан естіп бірі келіп. Біреуі жүргіншінің сонда тұрып, ойлады қуалауға таспен ұрып, жолдасы жанындағы оған айтты: «Қарама, не қыласың мойның бұрып? Өшігер олар қайта мұнан жаман, тыймассың кесек атып лақтырып. Үндемей жайымызға жүре берсек, өздері қояр әлақ үріп-үріп». Бұл сөзді екеуі де қабыл етті, иттерден 40-50 қадам өтті. Басылып бірте-бірте дауыстары кешікпей алды-артына тарап кетті. Тағы да бір сөз айтар келдіретім, жаратқан түрлі мінез құдіретім, біреудің малын яки бағын күндеп, күншілдер жоқпа шулап ит жөретін. Күндесін, шуылдасын қылсын өсек, етпелік сөйлеп жүр деп сөзін есеп, иттердей үріп-үріп тарап кеткен, қояды шулап-шулап үндемесек.